Кім жоқ? Назым ғана жоқ. Назым жоқ. Көңіл күйлерің қалай? Сабаққа дайынбыз ба? Ынталарың қалай? Ендеше сабақты бастаймыз ба? Жарайсыңдар балалар. Балалар, бүгін біз сабақты бастамас бұрын топқа бөлініп алуымыз керек. Сендер аралас отырған екенсіңдер. Ендеше біз сендерді жаңағы түрлі түсті шарлар арқылы топқа бөліп алайық. Екі топ қатармен басамыз. Бұл жерде екі топқа бөлінеміз. Басайыз. Қандай екен? Микрофон тобына барамын. Микрофон тобына барамын. Колонка тобы, колонка тобы. Қайда басады? Микрофон тобына барамыз. Келесі. Келе ғой. Колонка тобы. Микрофон тобы. Микрофон тобына барамыз. Микрофон. Колонка. Енді топқа бөлініп алды. Қарайшы тақтаға. Ненің суреті тұр? Кактус деген біздің суреті тұр, иә? Кактустың көңіл күйі қалай болып тұр? Неге көңіл күйі болмай тұрған кактусқа біз жаңағы сабақты жақсы айтып, сабаққа атсалысатын болса, кактусымыздың көңіл күйі қалай болады? Көңілді. Я, көңілді, гүлденген. Кактустың осылай көруімізге болады. Ал енді балалар, мен сендерге парақтар атамын. Әрқайсымыз осы параққа сұрақтарға дұрыс жауап беру арқылы гүлдерді жақсырып отырамыз. Егер кактусқа сұрақтарға жауап берсек, мен сендерге гүлдерді таратамын, иә? Осы гүлдерді не істейміз? Кактусымызға әкеліп жақсырып қоямыз. Сол кезде біздің кактусымыз гүлге көңілденетін болады. Дыбысты неше топқа бөліп қарастыруымызға болады? Екі топқа. Қандай? Табиғи дыбыстар және жазған дыбыстар дейді. Табиғи дыбыстарға мысал келтіріп өтейікші. Табиғат, судың ағуы, сосын күннің күркіреуінің дауыстары, жаңбырдың жауы. Обновить-то башвеш. Неге жатады? Табиғи дыбыстарға жатады екен. Ал енді балалар, осы тапсырманы біз қол көтеру арқылы орында шығайықшы. Әр топтан шығатындар бар ма? Айбар келе ғой. Бұл жерде сәйкестендіріп өтейік, колонка деген нені құрылғыны әкеліп орнына қоямыз, иә? Колонка қайда? Жарайсың Айбар. Гүл жасырып қоямыз кактусымызға келмелей. Біз дауысымызды жазған кезде ол жасанды дыбысқа айналады, иә? Оны немен айтамыз? Қай құрылғымен айтамыз? Иә, микрофонмен айтады екенбіз, дұрыс. Келе ғой. Лаңқап дейді. Өте дұрыс, жарайсыңдар. Келесі. Компьютер қайсысы? Компьютерді орнына қоямыз. Көріңді ала ғой. Бағдаулет, табиғи дыбыстарға қайсы жатады? Жаңбырдың жауған дыбысы бізде табиғи дыбыстарға жатады. Қазір келе ғой. Бұл соңғысы нота екен, иә? Яғни нотаны әкеліп орнына қоямыз. Жарайсыңдар. Міне, адасып кеткен әріптерімізді орнына қоямыз. Екі топтан екі оқушы шығайықшы. Бірінші топтан, микрофон тобынан Жанайым. Бұл жерде әріптеріміз не істеген? Ауысып кеткен, иә? Адасып кеткен әріптерімізді орнына қояйықшы. Қандай сөз шығар екен? Жоқ, біріншісін бастаймыз. Не басайды бірінші? Д, Б, Б, С, Т, Яғни
Қандай сөз шықты? Дыбысты. Дыбысты деген сөз шықты. Жанайын жарайсың. Гүлімізді ала қоямыз. Так, екінші. Алжан. Қандай сөз шықты? Өңдеу деген сөз шықты. Дұрыс айтасың. Яғни дыбысты өңдеу деген сөз шығады еттен. Жаңа сабағымыздың тақырыбы дыбысты өңдеу екен балалар. Бізде жалпы жаңа айтып өттік, дыбысты екі түрге бөліп қарастырамыз деп, табиғи және жасанды дыбыстар етіп қарастырамыз еді. Ары қарай енді біз бүгін дыбысты қалай өңдейміз. Сол бойынша сабақты түсіндіретін боламыз. Қараймыз тақтаға. Біз дыбысты жазу үшін пуск батырмасын басып, записка аласа деген батырмасын басамыз. Осыны басқан кезде бізде микрофон шығады, батырмасы шығады. Яғни компьютерде дыбысты жазып көрсетеміз. Дайын дыбысты, яғни микрофонмен батырманы басамыз. Көрдік қой, бізде уже запись дыбыс жазылды. Мен оны қалай тыңдаймыз? Тыңдау батырмасы арқылы басып тыңдай береміз. Мына дыбысты осылай енді өңдеуімізге болады, кесіп көрсетуімізге болады. Мына осы кішкене ғана дыбысты кесу батырмасы бар, және мына жерде сақтау батырмасы бар. Атын жазып біз естиміз, сақтай аламыз. Дыбысты өңдеу, оның қажет емес бөлігін кесуге, дыбысты көтеріп немесе бәсеңдетіп өзгертуге болады. Дыбыстарды өңдеу үшін арнайы программаларды қолданамыз. Ол үшін жазылған дыбыстық файлды ашып, қию батырмасын басамыз. Пайда болған дөңгелекшелерді жылжытып, қажет бөлікті белгілеп, ОК батырмасын басамыз. Қараймыз тақтаға. Біле жүрейік, дыбыстарды зерттейтін ғылым акустика деп аталады. Ол грек тілінен аударғанда есту деген мағынаны білдіреді. Көрдік қой, акустика деген, яғни ол грек тілінен аударған кезде есту деген мағынаны білдіреді. Енді дәптерімізді ашамыз. Бізге қажетті термин сөздер бар. Осы термин сөздерді дәптерімізге жазып аламыз. Дәптерлерді ашыңдар. орындап тақтаға шығып қорғап көрсетеміз. Бірінші, микрофон тобына тапсырмамыз. Сөздер бар. Сөздер бар, осы сөздерді орын-орнына апарып не істеуіміз керек? Қоюымыз қажет, Мына жерде топпен бірге жұмыс жасаңдар. Әріптерге жалпы шеңберде шығуға көмектесуіміз қажет. Бір әріптерді аламыз, сол кезде бізге қандай да бір сабағымызға қатысты сөз шығу қажет, Осыны алып, шығып астынан жазамыз. Жазаймыз,
Оқыңдар ма? Келіңдер. Кім қорғайды тақтаға шығып? Келін. Сүйға деген сөзін шығама тексеріп көрейік. Түсіне басамыз. Қараймыз, екінші топтың тапсырмасын орындап жатыр. Дұрыс, акустика. Ал енді қарайықшы, қалып кеткен әріптеріміз не істейміз? Үстіне басып көрейікші. Яғни ол әріптер бізге қажет емес екен, иә? Грек тілінен аударған кезде қандай мағынаны білдіреді дедік? Есту. Дұрыс па? Дұрыс екен, иә? Ал енді көремін, сеземін деген сөздер дұрыс па? Көрейікші бас. Ол дұрыс емес бас. Жауап екен, иә? Дұрыс. Жалпы топқа бір-бір гүлден таратайық. Өңдеу үшін оның қажет емес бөлігін баспай тұр. Кесіп тастауға, дауысын көтеріп немесе бәсеңдетіп өзгертуге болады. Дыбыстарды өңдеу үшін арнайы не қолданамыз? Программа. Кесіп, дауысын не істейміз? Көтеріп. Естиміз? Топтың айтып отырып, көтеріп, үстіне басамыз, бол өз барады. Көтеріп, немесе бәсеңдетіп, өзгертуге болады. Дыбыстарды өңдеу үшін арнайы нені пайдаланамыз? Программаларды қолданады екен. Бір гүлден таратып шығамыз, Ал енді бер қараймыз. Айнат жауып қоямыз. Жазу жазып, біраз тапсырмалар орындады. Енді кішкене ғана сергіту сәтін жаз. Шаш, құлақ, ауыз. Алды балалар. Қол, аяқ, бел, иық. Компьютер берілген ноутбукта барыңыздар, иә? Сол ноутбуктерді ашып, кішігіріп біз жұптық жұмыс жасап жібереміз. Ашамыз. Микрофон тобынан мынандай сұрақ берілген. Қараймыз. Денсаулығыңды сақтау үшін қандай іс-әрекет жасайсың? Бірінші топқа бұл сұрақ. Және тапсырмасы мынандай болу керек. Сұрақтың жауабын дауыс жазу программасына жазамыз сендерге. Одан кейін жазылған дыбысты не істейсіңдер? Өңдеп көрсетесіңдер. Соның барлығын біз неге жазуымыз керек? Запись қылып, дауыс жазу программасына жазамыз. Ал енді екінші топ сендерге қараймыз. Денсаулық сөзге байланысты қандай мақал мәтел білеміз? Сол мақал мәтелдерді дауыс жазу программасына жазасыңдар. Одан кейін жазылған дыбысты сақтаймыз. Түсінікті ме? Енді сендер өңдейсіңдер, қашып көрсетесіңдер, сендер сақтайсыңдар. Сақтау батырмасы ғана. Аттарыңды жазып сақтаңдар. Мысалы, Айнұр мен Мерейді екеуіңіз жазыңдар. Басатпен жаздар. Роза және Роза екеуі бірге жазыңдар. Дина, кетір. Сақтадық па? Бірінші Роза Балжан болған, дұрыс. Енді екінші өңделген кезде Роза мен Балжанның екіншісі өңделіп жасалынған, иә? Дұрыс. Сақтадық па? Қалай сақтадың, Мерей? Қалай сақтадық? Мына батырманы басып, Сақтау батырмасын басып, біз атымызды жазып сақтадық. Қалай қиямыз? оны былай қиямыз. Барамыз, домалақты ұстаймыз, былай сәл қиямыз. Керек емес, қиямыз. Содан басаймыз. Молодец. Сабаққа дайындаламыз, сабаққа барамыз. Записіміз қайда? Неғып екеуің сақтамағансыңдар? Қалай сақтаймыз? Штақайын батырмасын басамыз. Сақтаймыз.
яғни фото. Біз бұл жерде аттарын жазбайсыңдар, иә? Қан басып көрейікші, тыңдайықшы. Жарайсыңдар, екеуі жаз. Камераға балалар, бүгінгі сабақ сендерге ұнады ма? Көңіл күйлерің жоқ қой? Ұнады ма? Енді біз келіп шетімізде неден басымызға келдік? Смайликтер басамыз, иә? Әрқайсымыздың көңіл күйімізді, сабаққа деген құлшынысымызды осы смайлик арқылы білеміз, иә?